Бүгінгі таңда байқасаңыз, жастардың басым көпшілігі жалғыз қалудан қорқады. Яғни жалғыз қалу деген мақсатымыз, яғни өзінің ойын қамти отырып шешім шығарудан қорқады. Әрдайым міндетті түрде бір топқа, бір адамға, біреуге еру деген психология өте қатты қалыптасқан. Бұны біліңіздер, бұл психология ғылымында социальная идентичность деп аталады. Яғни кез келген жас мен кіммін дегенде осы сұраққа белгілі бір деңгейде жауап таба алмаса, онда міндетті түрде ол өзін бір орта, бір бағыт, бір ағым немесе бір топтың жетегінде кетуге ықпал етіп тұрады. Өйткені ол топ оған белгілі бір дәрежеде бір стратегия береді, бір миссия береді, бір құндылық береді, бір жүйе және бір жоспар береді. Осы жүйеге, жоспарға мұқтаж болған бала міндетті түрде осындай бір ағымдардың жетегіне кетіп қалуға ыңғайлы болып тұрады. Біліңіздер, біз негізінде адамдарды жалғыздыққа тәрбиелеп жатқан жоқпыз, немесе жалғыздықты насихаттап отқан жоқпыз. Асылында мейлінше сау бір орта қалыптастыру және жастарымыз бен балаларымызды соған қарай бағыттау. Мысалға, жастар орталықтарына, мысалға әскерге, мысалға патриоттық құндылықтарға, түрлі ғылыми зерттеу орталықтарындағы жастардың топтарына, арнайы белгіленген жақсы жастардың орталықтарына балаларымызды бағыттай алсақ, онда керемет болар еді. Бірақ сіз жастайынан балаңызды білім, ғылым, тәрбиеге баулып өсірген болсаңыз, онда ол сол орталыққа қарай жүгіреді. Ал егер сіз я құндылығында, я білім, я тәрбие, я мәдениет еш нәрсе қалыптастырмасаңыз, онда аз ойлайтын, тез нәтижеге жететін, тез жетістік беретін, осы нәрсені жарнамалайтын топтардың ортасына түседі, бала өмірін түбегейлі бұзып алуы әбден мүмкін.